Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен дәл қазір басынан өтіп жатқан оқиғамен бөліскім келіп тұр. Жігер мені жалпы әлеуметтік желіге шығарғалы, халықпен таныстырғалы менің өмірімде тыныштық жоқ болып кетті. Ол қалай десеңіздер, осы күнге дейін маған TikTok, Instagram, жалпы личкама өте көп хаттар келіп жүрді. Ол хаттарға былай мән бермедім, бірақ жігерге жолама, жабыспа, ұрып кетеміз, көзге көрінбе деген сообщениялар келді. Мен оған мән бермейтін. Мүмкін ол жігердің тыңдап жүретін сүйікті тыңдармандары немесе бұрынғы сөйлескен мүмкін қыздары деп та бүйтіп қатты қабылдаған жоқпын өзіме. Ал бүгінгі жағдай мені шок қылды. Мен магазиннен шығып, тротуардың бойында келе жатқам. Сосын алыстан үш қызды байқадым. Ол қыздар походу мені сол кезде уже сразу таныды. Өйткені уже андай косо взглядпен, жақтырмайтын взглядтермен маған қарап келе жатқан. Сосын өтіп баратып, андай грубый тонмен бүйтіп айғайлады деймін. Грубый тонмен Мумина деп, еще мен айтымды айтты. Мумина жігерге жолама дейді. Мен тұрған жерде тұрып қалдым. Менің орнында сіздер не істейтін едіңіздер? Мен, если честно, дым істемей қалдым. Дым айта алмай да қалдым, өйткені шок болды. Енді айтқым келгені, жазып жатқан хейттарыңызды, былай сындарыңызды қалдай өреміз ғой. Бірақ мынандай угрозаларды мен орынсыз деп санаймын. Бір күні енді шынымен де жер үшін төбелес далада жатпайық, масқарамыз шығып. Сол енді, сау болыңыздар.